Сәлем достар, сіздермен бірге Айжан Кербес бол. Бүгінде менің арнамда музыкалық тег деп аталатын видео болады, яғни кез келген бір музыкаға менің қандай ассоциацияларым бар. Бұл тегті мен Марина Васат деген қазірде көріп жүрген өзіме ұнайтын видеоблогерім ресейлік, соның арнасынан көргем, және де сол тегті қайталап көруді жөн көрдім. Сонымен менімен бірге болыңыздар. Бірінші сұрақ өте қызық. Сіздің балалық шағыңызбен байланыстыратын өлең дейді. Менің балалық шағыммен байланысатын өлең ол егер де сіздер де мен сияқты кішкентай кездеріңізде Николодион арнасын қатты жақсы көрсеңіздер, онда түсінесіздер. Эй, Арнольд! Мультфильмі менің ең сүйікті мультфильмім болған, және де сол жерде сол ән бастала салысымен, білмеймін, бір сондай бақытты кезеңдер. Мен мүмкін сол Николодион кезеңінің баласы шығармын. Дәл осы Эй, Арнольд болсын, одан кейін Котопес. Бірақ білмеймін, Котопес маған онша қатты ұнамайтын. Мультфильм ұнайтын сосын. Білмеймін, маған бірден, әсіресе мен сол бастауыш мектептерде оқып жүрген кезде, 3-ші сыныптарда мүмкін, сол 2-ші сменадан оқитынбыз біз. Сол кезде әлі есімде, таңертең тұра салып, шайын ішесің, одан кейін бірден телевизордың алдына отырасың. Және де сол түске дейін осы фильмдерді көріп, білмеймін, бір мектеп жоқ сияқты елестейтін сондай бір тамаша кезеңдер. Егер де сіздер де мен сияқты Николодион ұрпақтары болсаңыздар, онда лайк қойыңыздар. Қай мультфильм сіздерге көбірек ұнады, соны жазсаңыздар болады. Келесі сұрақ, сенің жақын адамыңды, яғни жақын туысқаныңды есіңе түсіретін ән дейді. Ол әрине мына өлең. Ай жаным, әлім менің, суық қызғалдақтай күнім менің, әкесінің болдағаны алтыным, жаным бақыт тіледім. Бұл менің туған әпкем Баяның шығарған маған өлеңі. Ұзату кезінде осы әнді айтып, сондай бір үлкен сыйлық жасаған, және де ол ұзату біткеннен кейін де мен бір апта бойы осы әнді қайта тыңдап, сондай бір сағынышты әдемі кездерді еске салады. Және де қазір де осы әнді ести салысымен бірден сол кезеңдер, ұзату күні өте тамаша өткен, және де жалпы бүкіл балалық шағым есіме түсетін сияқты, және де міндетті түрде өзімнің әпкем Баян, сол себепті Баянға үлкен рахмет бұл ән үшін. Келесі сұраққа келсек, сенің жақын досың немесе жаңағыдай сенің махаббатыңмен байланысты ән, Диаспен, менің жолдасыммен байланыстыратын ән, ол Арай тобының Сен деп аталатын әні. Аспанға жазайын сенің атыңды. Бұл әнді Диас маған екеуміз алғашқы кезде, ол Америкада оқып жүргенде, тек қана скайп арқылы ең бастапқы біздің қарым-қатынасымыз басталған кезде, ол маған сол скайп арқылы гитарада осы әнді айтып берген болатын. Және де мен бұл әнді оған дейін естімеппін, және де оны Арай тобы айтатын да білмедім. Сол себепті келесі кезде осы іздеп көрейінші деп осы әнді тыңдаған кезде, білмеймін, маған шыны керек Арай тобының орындауында ұнаған жоқ, өйткені білемін, Диастың айтып бергені маған сол оригинал болып қазірге дейін қалады. Сол себепті Диастың айтуында бұл өлең маған көбірек ұнайды, шыны керек. Енді Арай тобы ренжімейтін шығар деп ойлаймын. Жалпы Диас екеуміздің ортақ өлеңдеріміз, яғни біздің өлең деп айтады ғой, сондай өлеңдеріміз өте көп. Тек есте қаларлықтарын мен сіздерге айтайын. Тағы да бір өлең бар, ол тағы да сол кезеңдерде мен түрікше бір фильм көргем, Я сонра деп аталады, И что потом. Одан кейін ол маған фильм өте қатты ұнады, одан кейін мен Диасқа айттым, сен де осы фильмді көр деп. Ол да көріп, одан кейін екеуміз біраз талқыладық сол фильмді, екеумізге де өте қатты ұнады. Одан кейін соның ішіндегі өлең. Мына жері күшті.
соқсан, сен берсең olur жатсың. Осындай тамаша ән, одан кейін Диас түрікше жақсы білетіндіктен ол маған осы әннің сөздерін жазып берген, маған өте қатты ұнады мағынасы, сол себепті қазірде осы әнді тыңдасам менің плейлистімде тұрады әрқашанда, бірден сол кезеңдер есіме түседі. Келесі сұрақ: қандай өлең сенің денеңді тітіркендіреді дейді. От какой песни у тебя мурашки по коже? Менің өмірімнің әр кезеңіне байланысты менің әндерім өте көп сонымен байланысты. Яғни оның барлық плейлистімде тұрады, және де белгілі бір әнді қоссам, мен сол өмірімнің кезеңіндегі бір естеліктер есіме түседі. Сол себепті білмеймін, денем тітіркенуі мүмкін. Бірақ келесі бір ән, ол ешқандай да естелікпен байланыссыз, жай ғана ән ретінде маған өте қатты ұнайды. Оны айтатын Джейсон Мraz, Song for a Friend. Өте әдемі өлең. Бұл ән 8 минутқа дейін созылады, сол себепті наушникпен тыңдасаңыздар өте тамаша. Келесі сұрақта өте қызық, яғни қандай әнді тыңдасаң сен өзіңді күшті сезінесің. Яғни кейде сондай бір сезімдер болады, жолда кетіп бара жатсаң да, көшеде кетіп бара жатсаң, сол әнді тыңдап өзіңді бір жер қопарып тастайтын сияқты, білмеймін, бір күшті, супер болып сезінесің, сондай ән. Ондай әндер менде негізі көп, және де ол көңіл күйіме байланысты. Мысалға Бейонсенің әндері маған өте ұнайды, сондай бір оның энергетикасы ән арқылы берілетін, маған да беріліп, мен өзімді Бейонсе сияқты көшеде өзімді ұстап күшті болып сезінем. Әсіресе соңғы әндерінен Flowers. I woke up like this, flawless. Ladies say I'm so good tonight. Тағы да бір ән бар, егер де мен соны тыңдап көшеде кетіп бара жатсам, өзімді күшті, әдемі сезінемін. Енді келесі сұрақ: қандай ән жаңа жылмен байланысты сен үшін? Ол әрине мен үшін «Ирония судьбы» или «С легким паром» фильміндегі саундтректер. Немесе мына ән. Менде осы әнмен өте бір тамаша байланысты естеліктер бар. 3-4 курстарда кешке жақын жаңағы универден қайтып келе жатасың, және де сол жаңа жылға жақын қалған күндері даланың барлығы аппақ қар жауып жатыр, сен наушникпен үйге қарай келе жатсың, және де немесе ол Арбатта болды. Менің ойымша, әйтеуір сондай бір жан жақта түнгі көшенің жаңағыдай шамдары жанып қойған, және сөйтіп жай ғана жалғыз өзің қалада келе жатсаң, меніңше ол мен үшін сол жаңа жылдың белгісі болып саналады. Келесі сұрақ: қандай ән сені бірден күлдірте алады, немесе жүзіңе күлкі үйрет? Мен бірден аударып жатырмын, сол себепті айып етпеңіздер. Менің жүзіме бірден күлкі үйретін әнді мен сіздерге қазірде қосып беретін болсам, ешқашан да сіздер сенбейсіздер мен осы әнді қосатынымды. Білемін, мүмкін сіздер ол әнді білмейтін де шығарсыздар. Бұл әннің авторы Эмир Фит Гульсен, орындаушылар Судан себеп деп аталады. Кеттік. Yaşıyor musun içimde? Düşünüyor musun sen de? Beni görmek istiyor musun? Sudan bir sebeple. Бұл әнді неғып алдым, оның себебін түсіндіре кетейін. Өйткені осы 2012 жылдары болу керек. Мен Баянмен біз Турцияға барып
Түркияға барып, екеуміз ғана демалған болатынбыз. Тамаша бір отельде, сондай бір көңілді, күшті күндер болған. Және де осы ән сол кездері хит болған. Күн сайын біздің отельде осы ән қойылатын, сосын бізде оны жаттап алып, яғни бізге де күшті ұнайды деген сияқты айтып жүрдік та, шынымен де ол бізге осылай жатталып қалды. Одан кейін біраздан кейін де осы әнді мен тыңдасам, маған сол бір көңілді күндер есіме түседі. Ай долунай, сабақ çok uzak, üstüne şendeldi baktım, aşkın benimle çok yakışacak. Ужас, менің плейлистімдегі екінші түрікше ән. Келесі сұрақ спортпен шұғылдануға тамаша келетін плейлистімдегі ән. Ол әндер өте көп біріншіден, және де ең бастысы ол әннің ішінде энергетикасы күшті болу керек. Әншінің энергетикасы, дауысы күшті болу керек. Мысалға Бейонсе, Риана, олардың көптеген әндеріне мен бірден оларды естісем, жаңағыдай тұрғым келіп, спортпен айналысқым келіп, сондай бір нәрсе жасағым келеді. Ал соңғы кездері тағы да бір тамаша осындай ән, мені іс-қимылға жетелейтін бір ән. Ол Жанар Дұралова. Мұңаюдың жоқ себебі жоқ, жүрегіңді тыңда, басқаны сұрама. Біздің үйде де осы тамаша күшті қимыл болып кеткен. Айта берсін, айта берсін. Диасқа да маған да, білмеймін, біздің үйге ұнайды осы ән. Және де спортпен шұғылдануға меніңше өте тамаша. Соңғы сұрақтардың бірі, ол қандай әнді сен жиі қазір айтып жүрсің дейді. Бір ән тұрса, мен сонымен бірге айтамын. Ал жалғыз өзім жүріп ән айтып жүретін менде кішкене аздау болады. Бірақ бір ән бар, ол ән енді былай айтады, миыңда жатталып қалады деп. Қазір ол ән барлық жерде, білмеймін, теледидарды қосып қалсаң, міндетті түрде сол ән естіледі, және де Диасқа да сол ән ұнап қалыпты. Сол себепті қазірде ол әннің ішіндегі бір фразасы менің ойымнан кетпейді. Айыптама мені! Айыптама. Білмеймін, меніңше бұл ән маған ұнайды деп айта алмаймын, бірақ барлық жерде айтылып жүргеннен кейін, және де Диасқа да ұнағаннан кейін, айыптама мені! Меніңше, білмеймін, ең сондай бір кейбір әндер болады, саған ол ұнағаннан емес, керісінше ұнамағаннан сен оны тыңдайсың. Тыңдағанда да, білмеймін, жатталып қалады, одан кейін сен оны біреуді жынды қылу үшін соны айтасың. Айыптама мені! Сонымен сұрақтар бітті. Соңғы 10-шы сұрақ, саған бұл тегті кім берді, және де бұл тегті сен кімге бересің деп аталады. Бұл тегті маған ешкім берген жоқ, тек жаңа айтып өткенімдей өзімнің ұнайтын видеоблогерімнің видеоларынан көрдім, және де бұл тегті мен барша өзімнің көрермендеріме берем, яғни сұрақтарды осы видеоның астына жазып қоям, сіздер сол жерден көріп комментарийлерге 1, 2, 3, 4, 5 деп кәдімгідей жазбаша жазсаңыздар болады. Егер де басқа да сұрақтарыңыз болса, немесе басқа да видеоға сұраныстар болса, онда жазыңыздар. Келесі видеоларда кездескенше. Міне мен сол өлеңнің дәл сол жерін тауып алдым. Айыптама мені!